Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Өлген қыздың қуыршағы. Мас полицейлер атылған еврейлердің заттарын ақтарып төңкеріп, білгендерін істеп жатты. Арақтан мас болып, қанды көріп көздері тұнған олардың бұл қарекеттері жемтік көріп обырланған жыртқыш хайуандарға ғана тән еді. Тек шетте отырған, ана сүті аузынан кеппеген жасы 16-17-лердегі бозбала ғана наразы кейіпте мұрын астынан күңкілдеп отырды. Бұл дегенің масқара ғой. Егер адамдарды атуға итермелейтінін білгенде, полицейлыққа аттап баспас едім. Жә, сораңдағыз ба? Еркексің бе, қатынсың ба? Одан да мына шашылған мүліктерден өзіңе керегін таңда, деп ересек біреуі оған жекіріп жіберді. Өлгендердің затын алуға болмайды. Бұл үлкен күнә. Кейін оның зардабы тиеді деп бозбала азарда безер болды. Оған қолын бір сілтеген анау өзінің лас тірлігін жалғастыра берді. Бір шетте жасы 19-дардағы кішкентай қыздың өлігі жатыр. Көздері шыныдай қатып, аспанға қарап қалған. Басынан тиген оқтың орны үңірейіп, қою қан ағып жатыр. Қолында әдемі ойыншық, қуыршақ. Полицейлердің біреуі өліп жатқан қызға келіп, қуыршақты алуға тырысты. Сайтанның қызы, тістей қатып айырылмауын қараш, деп қуыршақты әрең дегенде өзі қолдан жұлып алды. Қызым Танюшаға керемет сыйлық болды деп мәз болды ол. Степан есімді полицей үйіне даурыға сөйлеп елеурей кірді. Әйелі мен қызына тапқан олжасын көрсетіп, қапшықтан алып беріп жатыр. Қуыршақты көріп кішкентай Таня қатты қуанды. Бірақ әйеліне деп алған сәнді пальто Катеринаға сыймады. Мықыны сәл тарлау болып шықты. Соғыс басталып, немістер деревняны басып алғаннан кейін полицейлік қызметке тұрған Степан әйелінен ештеңе жасырған еместін. Сондықтан Катерина бұл заттардың қайдан, қалай келгендігін тұспалап сезетін еді. Өлген адамдардың киім-кешегін, заттарын тұтынудың соңы не болмақ? Көңіліне аздап күдік пен қорқыныш енсе де Катерина ерінің көзінше сыр бермеуге тырысты. Таняның болса әдемі қуыршақтан айырылғысы жоқ. Ұйықтарда да қуыршақты қойнына алып жатты. Күндегі әдеті осы. Бір күні түнде түс көрді. Киноға ұқсас қызық түс. Өзінен сәл ғана ересектеу қыз анасына заттарды жинастыруға көмектесуде. Әжесі болса жолға деп самса пісіріп жатыр. Бір шетте атасы мен әкесі өзара бірдеңелерді талқылауда. Міне, бәрі де жолға дайын болды. Жүрегім бір жамандықты сезетіндей деп әжесі кеуде тұсын сипады. Міне, олар адамдар тиелген жүк көлігімен қаланың шетіне келіп тоқтады. Бұл арада оларды неміс солдаттары мен полицейлер күтіп тұр екен. Кешікпей у-шу басталды. Ер азаматтарды әрі әкетіп, әйелдер мен бала шағаны қоршауға алды. Осы арада анасы қызының құлағына орманға қаш деп сыбырлады. Бірақ ол қашып үлгермеді. Полицейдің бірі жүгіріп бара жатқан қызды көздеп мылтығын басып салды. Оқ бейшара сәбидің басына дәл тиді. Тоқта, мынау мылтық атқан өзінің әкесі ғой. Таня қорқынышты түстен шошып оянып айқай салды. Мама, әкем бір қызды атып өлтірді, деді Таня өзін жұбатқан анасының мойнынан тас қылып құшақтап. Қоя ғой қызым, бұл әншейін түс қой.
Папаң ешкімді де өлтірген жоқ. Ол тек бандыларға ғана мылтығы кезенеді, деді Катерина қызын тыныштандырып. Түннің бір уақытында Катерина да түс көрді. Бөлмеге жүзі суалған, басында жараның орны бар кішкентай қыз кіріп келе жатыр екен. Ол Катеринаға ақырындап жақындап келеді. Қолында өткенде ғана өзі киіп көрген сәнді пальто. Кішкене қыз әйелге тура қарап тұрып, алақанының қырымен тамағын пышақпен орғандай қимыл жасады да жоқ болды. Катерина мына сұмдық түстен суық терге малшынып шошып оянды. Ертесіне Степан әкелген барлық заттарды қайтадан қапқа салып алып, қызын көрші Клава әжеге табыстап, базарға тартты. Ол кешке дейін тұрып, өтпейтін болған соң, барлық заттарды көтерме бағамен арзанға сатып жіберді. Тек пальтоны сатып алушы табылмады. Өзі де тігісі сәнді пальтоны иығына бір ілместен біреуге беріп жіберуге қимай тұрғанды. Біртін-біртін жұрт аяғы басылып, сатушылардың да, сатып алушылардың да қатары саябырлай бастады. Кенет бейтаныс еркектің «Мына пальтоны сіз қайдан алдыңыз?» деген дауысы естілді. Дәл қарсы алдында киімі алым-жұлым, жасы 40-тар шамасындағы еркек тұр. «Бұл менің пальтом», деді қаперімде сәл абдырап қалған Катерина. «Өтірік, бұл менің әйелімнің пальтосы. Оны мен өз қолыммен тіккенмін», деді ол Катеринаға өшпенділікпен қарап. «Жоғал мен албасты, қазір кетпесең полиция шақыртамын», деді бойын ашуға алған әйел. «Айт деймін, қайдан алдың бұл пальтоны?» деген еркек Катеринаның білегінен тас қып ұстап алды. «Еврейді қараңдар, ұстаңдар мына еврейді», деп айқайлап жіберген Катеринаның тамағынан пышақпен орып жіберген еркек тасыр-тұсыр қаша жөнелді. Сол күні Таня анасын күте-күте шаршап ұйықтаған еді. Ертесіне Клава әжей мен әкесінің ауызғы бөлмедегі сыбыр күбірінен оянды. Бір кезде бөлмеге кірген әкесі қызының басынан сипап отырып, қайғылы жағдайды естіртті. «Танюша, кеше сенің анаңды біреулер өлтіріп кетті. Енді анаң жоқ». Өксіп жылаған қызын бауырына басқан Степанның көңілінде де алаң мен үрей бар еді. Анасын жоғалтқан күннен бастап Таня тұйық болып алды. Ешкіммен сөйлеспейді, тамаққа да тәбеті төмендеді. Бір бұрышта қуыршағын құшағына қысып отыра береді. Сонымен ғана сөйлеседі. Клава әжей мен әкесінің сұрақтарына басын изей салады. Қызының бұл жағдайына әкесі де алаңдаулы еді. Неміс полицейі Степан бар күйігін ащы сумен басатын болды. Төсекке де мас күйінде келіп жығылады. Бірде ұйықтап жатқан Степан түн ортасында есіктің сықыры тәрізді беймәлім бір дыбыстан оянып кетті. Қараса, табалдырықта расында да біреу тұр. Көзін уқалап жіберіп, анықтай зер салып еді. Өткенде өзі басынан алтып өлтірген кішкентай қыз екен. Қолында сол баяғы өзі тартып алған қуыршақ. Ақырын басып, жақындай бергенде, қыз кенет қуыршақты алапат күшпен еденге лақтырып, қатты ұрғаны соншалықты, ол күл парша болып жан-жаққа ұшты. Осыдан кейін елес қыз қараңғылыққа батып көзден ғайып болды. Жан таласып, көңіліне үрей кірген Степан дереу Таняның бөлмесіне ұмтылды. Қараса, қызы да, қуыршағы да жоқ, төсегі бос жатыр. Осы кезде тағы да сыртқы есік сықырлады. Біреу баспалдақпен асығыс төмен түсіп кеткендей. Сыртқа атып шыққан Степанның көзіне орманға қарай безіп бара жатқан кішкентай адамның сұлбасы шалынды. «Қызым, тоқта, қайда барасың? Мен ғой әкеңмін», деп
жанұшырған Степан борша-борша терлеп жүгіріп келеді. Қаланың шетіне шыға ол Таняны қуып жетіп қалған еді. Кенет қыз жалт бұрылып қарсы қарап тұра қалды. Сөйтсе, бұл тіпті Таня емес, баяғы өзі атып өлтірген еврей қызының елесі екен. Қыздың соңынан жүгіремін деп Степан мина көмілген алқапты басып тұрғанын байқамай да қалды. Қорқыныш пен үрейден денесі қапшылдаған Степан кейін аттай беріп, бойын игере алмай шалынысып жығылды. Түн тыныштығын бұзып, гүрс етіп жарылған минадан полицейдің денесі бөлшек-бөлшек болып жан-жаққа ұшты. Жетім қалған Таняны Клава әжей өз қамқорлығына алды. Бірақ қыз кемпірдің көз алдында сөніп бара жатты. Есікке қарап сандырақтап сөйлейді. Өлген әке-шешесінің атын айтады. Кезінде медбике болып істеген Клава әжей кішкентай қыздың сырқатының емін таба алмады. Мейірбан кемпір кезінде ерлі зайыпты еврей отбасын үйінде тығып, немістерден жасырып паналатқан еді. Бірде кешкілік сол еврей Таняның кереуетінің басына отырып, өз тілінде бір дұғаларды айта бастады. Түнімен дұға оқыды. Ал ертесіне мына кереметке қараңыз. Таняның беті бері қарап, кәдімгідей әңгімелесе бастады. Аз күнде тамаққа да тәбеті оянып, құлан-таза сауығып кетті. Содан бергі аралықта бірнеше ондаған жылдар өтті. Егде тартқан әйел немерелерімен бірге Иерусалимдегі еврейлердің тозағы мемориалдық кешенін аралап жүр. Міне, олар балалардың ойыншығы сатылатын бөлмеге кіріп келді. Әйел Коллет деп аталатын қуыршақтың жанына тоқтап: «Бір кезде де менің де осындай әдемі қуыршағым болған еді», деді күрсініп. «Ол қуыршағыңыз қазір қайда?» деген немересіне күлімсірей қараған Тами Гринберг көзін жұмып, бір сәт ауыр ойға берілді. Иә, бұл дәл сол кішкентай қыз Таня болатын. Клава әжей қайтыс болған соң, жетім қызды бауырына басқан ерлі зайыпты еврейлер оны өз аттарына аударып алды. Соғыстан соң олар Израильге қоныс аударып, тарихи отандарына тұрақтап қалды. Таня Тами Гринберг те осы елде бой жетіп, өз бақытын тапты. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.